Дәурен, сен киноға көп түсесің, иә? Әртүрлі режиссерлармен жұмыс істейсің. Енді вот айырмашылығы қандай санаттың? Түрі басқа десең. Айырмашылығы. Енді әр режиссердің өзінің жақсы тұстары бар, ерекшеліктері бар. Негізі кино әлемі, Санат қазір өзі қорқып тұрған жоқ, бірақ кино әлемі қорқып жатыр да, как Санаттың бірінші жұмысы, мюзикл, не деген батылдық керек, өйткені мюзикл деген ең ауыр жанрының бірі. Бір грани бар да, былай кетсең ұнамсыз, былай кетсең ұнамды. Бірақ мен енді шын айтамын, Санатқа да айттым, мен баста аса сенген жоқпын, өйткені біз біраз тәжірибе алғаннан кейін бірінші режиссерлық жұмысқа кішкене қорқынышпен қараймыз. Қалай болады, біз енді оның бәрін өттік қой. Жаңа бастап жатқан актер емеспіз, қалай болады, алып шыға ала ма мюзикл. 1,5 жыл оқып келді, жарайды, шетелде оқыды, қорқыныш болды. Бірақ бірінші күнгі съемкадан бастап Санаттың өз орында екенін, режиссерлық атына сай екенін бірден байқадым. Жалпы Санаттан емес, оның ұйымдастырған шығармашылық ұжым түгел, жоғарғы деңгейде, площадкадағы атмосфера, ең басты нәрсенің бірі площадкадағы атмосфера. Тамағы жақсы болды ма? Тамақ жақсы. Тамағы да жақсы болды. Айран, каша күні. Йогурт болды. Сол жағынан бірінші күнгі съемкадан белгілі болады өзі. Бірінші күн съемкадан келдім, көрдім, қалай болатын, жоғары дәреже екенін көзім түсті, ары қарай как по маслу дейді ғой, май жаққандай өте жеңіл, жақсы өтті. Сондықтан өзім күтпеген реальность ожидания менің ойымнан да асып жақсы болды.